Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен 3-ші сабағымызды бастаймыз. Маған көптеген әріптестерім сұрап жатады. Комментарийға да жазыпты. Сіз өзіңіздің осы сөйлеп жатқан бағдарламаларыңызды, сабақтарыңызды қай студиямен түсіресіз, қай бағдарламамен жазасыз депті. Мен өзімнің бағдарламаларымды, осы видеоларымды болмаса OBS бағдарламасында, OBS студиясында жазамын. Сіздер браузерлеріңіздің үстіне OBS деп жазсаңыздар болады, және сол жердегі бірінші сөздің үстін бассаңыздар болады. Сонда сіздерге OBS бағдарламасының беті ашылады. OBS бағдарламасының белгішесі осындай символы болмаса эмблемасы дейміз, осылай көрсетіліп тұрады. Енді мен бұл бағдарламаны өзіме скачать етіп алғаннан кейін, болмаса жүктеп алғаннан кейін, бұл бар. Сіздер де жүктеп алыңыздар, скачать етіп алыңыздар, бірақ Windows-қа жүктейсіздер ме, MacBox-қа жүктейсіздер ме, болмаса Linux-қа жүктейсіздер ме, оны өздеріңіздің қолыңыздағы компьютер бола ма, ноутбук бола ма, әртүрлі электронды версияға байланысты болады. Енді мен өзімде ноутбук болғандықтан Windows-ға скачать етіп аламын. Осы Windows-ты бассаңыздар, ол спокойно төмен қарап жүктеледі және скачать етіледі. Далее деп ары қарай бассаңыздар, оңай жүктеп аласыздар. Енді бұл бағдарламаның көрсетілуі, бұл студияның болмаса осылай сіздерге көрсетіледі. Бұл жерде өздеріңіз, бұл жерде ағылшынша тұр. Енді сіздер мышканы қалаған және оң жағынан бассаңыздар, тілге ауысады. Бұл жерде плюс деген міне батырманы көріп тұрсыздар. Плюсті бассаңыз, мына жердегі стеналар келеді. Болмаса артық болса координаға жіберсеңіздер де болады. Екінші міне видео туралы болады. Мен қазір сіздерге өзімнің немді ашып көрсетемін. Мынау жалпы көрінісі сіздерге көрсетіп жатырғаным. Міне менің студиям осылай ашылады, көрінеді. Енді бұл жерде жаңа айтып жатырған біздердің студиямыз осы, және сіздерге көріну үшін кішірейтейін. Көрінеді деп ойлаймын бәрі. Енді сцена деген бұл өзіңіздің көріп отырған, қалаған, өзіңізді көрсеткіңіз келеме, болмаса ашқыңыз келеме, бәрі осы жерде көрсетіледі. Жаңа айтып отқан плюсті бассаңыздар, міне 3-ші сцена шығады. Маған қазір 3-ші сцена керек емес болғандықтан оны отменять етемін. Енді источникке келетін болсаңыз, көбінесе мен захват окноменен және захват экранамен және устройство видео. Енді мен өзімді көрсеткім келіп тұрған жоқ, сондықтан мен көзімді басып қойыппын. Сіздер де көздерін басып, болмаса ашсаңыздар болады. Оны қалай қараймыз? Мына жерде плюсті бассаңыздар, осындай қалаған устройство керек болса, өздеріңізге ыңғайлы қалай не түсіргілеріңіз келеді, өзіңіздің түріңізді көрсетсеңіз, мына бұрышында өзіңіздің суретіңіз көрініп тұрады, жаңа көрінгендей. Сол сияқты сөйлей беруіңізге болады. Егер керек емес болса, шелекті бассаңыздар болады. Міне өзіңіз, мысалы мен мынандай тақырыпта сөйлегім келеді, өзімнің түрімді көрсеткім келеді десеңіздер, өздеріңіздің түрлеріңізді көрсетсеңіздер болады. Мен көбінесе сабағымды түсіндіретін болғандықтан мен өзімді көп көрсетпеймін. Енді оң жағында настройка деген бар. Осы настройкаға кірсеңіздер, сол жағында барлық панельдер бойынша қалай жұмыс жасауға болады, бәрі көрсетілген. Мен көбінесе веб-қа кіріп, осы жердегі жазылып жатқан видеоның бәрін міне документтің ішіне сақтағанмын. Сіздер мына обзорды бассаңыздар, өздеріңіздің қалаған загрузкаға ма, документке ме, рабочий столға ма, қай жерге ыңғайлы өзіңізге, сол жерге жасап алсаңыздар болады, және төмен жағында окейді басасыздар. Енді менде документті тұрғандықтан маған қазір бұл керек емес. Міне оңай осылай. Егер сіз сөйлегіңіз келсе, презентация көргіңіз келсе, презентацияларыңызды осылай төменге шығарып аласыздар да, міне
және осы OBS бағдарламасын төмен қарап свернуть етіп өзіңіздің слайдыңызды ашасыздар. Мысалы, міне бүгінгі сабағымыз практикалық жұмыс 10 класстар бойынша. Ол сабақтың мақсаты мынадай деп сөйлеп көрсете берсеңіздер болады. Мен осы сіздермен сұраған сұрақтарыңыз бойынша бүгін OBS бағдарламасын түсіріп отырмын. Егер қателеріңізге жарап жатса, мен өте қуаныштымын. Менің каналыма подписаться етіп тіркеліңіздер. Құрметті әріптестер, бұл видеоны қалай запись жасауымыз керек? Мына жерде сіздердің оң жақ бұрышында, мына жерде начать запись деп тұрады. Қазір мен видео түсіріп жатқаннан кейін, ол жерде видеоңызды түсіріп бәрін болғаннан кейін остановиттің үстін бассаңыздар, бұл сіздердің жасап жатқан видеоларыңыз тоқтайды. Соны да ұмытып кетпеңіздер. Осы басқан кезіңізде осы әрбір видеоңыз, әрбір аудиоңыз осы жерде жазылады, және осыны остановить етіп тоқтатасыздар.